Қайырлы күн әріптестер, бүгінгі сіздердің назарларыңызға тақырып бойынша ақпараттарды ұсынамыз. Тәлімгерлік әдістемелік жұмыстың бір түрі. Колледжге келген жас маман жаңадан орналасқан оқытушылар үшін әдістемелік көмек көрсету үшін тәлімгерлік жасалынады. Тәлімгерлікті тәлімгер жүзеге асырады. Тәлімгерді тағайындау тәртібі. Мамандық бойынша 5 жыл өтілімі бар. Педагогика колледждарда 10 жылдан кем емес, санаты жоғары мұғалім болуы. Тәлімгердің кандидатурасын кафедра мүшелері ұсынып, колледждің әдістемелік кеңесінде бекітеді. Колледж директоры 1 жыл мерзімге тәлімгерді тағайындау туралы бұйрық шығарады. Тәлімгерлік колледжде төмендегі құжаттар бойынша жүзеге асады. Тәлімгерлік туралы ереже. Мұнда жаңа құқықтары мен міндеттері көрсетіледі. Тәлімгер тағайындау бұйрығы. Жас маман мектебінің жылдық жоспары. Тәлімгердің күнделігі. Келесі құжатымыз сабаққа қатысудың типтік картасы. Тәлімгермен жас маман отырысының хаттамасы. Қазір назарларыңызға жас маманмен жүргізілген әдістемелік жұмыс барысын ұсынамыз. Құрметті жас мамандар, қазір бүгінгі біздің отырысымыз қашықтан оқыту технологиясын меңгеруге арналатын болады. Қашықтан оқыту дегеніміз өзі акт технологиясының түрлері арқылы жүзеге асатынын білесіздер. Жалпы акт технологиясының ішіндегі ең көп тарағаны тиімдісі және ол бейне сабақ жасау. Психология пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зейін. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға зейін және оның түрлері, ерекшеліктері, қасиеттері туралы түсінікті бере отырып, кәсіптік қызметте оны пайдалануға үйрету. Сабағымыздың барысы бойынша ең алдымен зейін туралы түсінікті қарастыра кетейік. Hello students, welcome to English lesson. Today's topic is present simple. We are going to discuss together the form and the sentences.